бізде 11-111 есепте y тең ln x бөлінген x функциясы берілген. Осы функцияның бізге несін табу керек? Өсу аралығын, кему аралығын және максимум, минимум нүктелерін табу керек, экстрем нүктелерін. Шешуі. Ең бірінші функция анықталу облысын табайықшы. Анықталу облысы. Функция қай аралықтан анықталған? Функцияның өсу кему аралығын табу үшін оның қай аралықтарда анықталғандығын не істеу керек? Білу керек. Логарифм x-тің орнына қандай сан қоюға болмайды? 0-ді қоюға болмайды, және 1-ді қоюға болмайды ма не? -1 болғандай. Теріс сандарды және 0 санын қоюға болмайды. Яғни x бізде қандай болу керек? Үлкен болу керек 0-ден, сондай ма? X үлкен болу керек 0-ден. Бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. X 0-ге тең болмау керек. Енді бұл екеуінен шығатын нәрсе x үлкен болу керек неден? 0-ден. Яғни біз функцияның өсу кему аралығын тапқан кезде, экстрем нүктелерін тапқан кезде x үлкен 0-ден. Яғни қай жерден қай аралыққа дейін іздейміз? 0 мен плюс шексіздік арасындағы аралықтарды ғана іздейміз. Бұл функцияның анықталу облысы. Естеріңде бар ма? Түсінікті ма бұл жер? Яғни өсу кему аралығы тек қана 0 мен плюс шексіздіктің арасында ғана ізделінеді. Басқа аралықта бұл функцияның мәні жоқ, сондықтан ол функция ол жерде жоқ болса, ол өспейді де кемімейді де ол жерде. Экстрем нүктелерде жоқ. Енді функцияның осы аралықта үзіліссіз екендігі көрініп тұр. Не істейміз? Туындысын табамыз, е? Функцияның туындысын тапқан кезде үшінші ережені пайдаланамыз. ln x-тің туындысы көбейтілген x минус ln x көбейтілген x-тің туындысы бөлінген не? X квадрат. Тең. Мынау қанша болады? 1 бөлінген x көбейтілген x 1 болады, иә. Мынау ln x-тің өзі бөлінген x квадрат. Енді біз осы шыққан функцияның туындысы не істейміз? 0-ге тең етеміз. Y штрих қай кезде 0-ге тең болатын табамыз. 1 минус ln x бөлінген x квадрат тең болу керек 0-ге. Бөлшек 0-ге тең болу үшін оның қай жері 0-ге тең болу керек? X тең болу керек. Алымы 1 минус ln x тең болу керек 0-ге. X квадрат 0-ге тең онсыз да болмайды. Біз анықталу болсын 0-ден үлкен сандарды қарастыратынбыз, е? ln x тең 1. Бұдан x тең неге? E санына, иә. 1 тең ln e-ге. Енің квадрат болып кетеді ғой, естеріңде бар ма, жоқ па? Мынау қаяқтан шыққан естеріңде бар ма, мынау? Мынандай формула бар еді ғой. Мысалға, n санын логарифм a негізді логарифм түріне жазу керек. Онда a n деп жазамыз. Логарифмді өткен кезде қарастырған тұғымыз бұны, өткен жылы. Дұрыс айтасың, егер енді алдына түсіп жүретін болсақ, онда логарифм a негізді, ол қайттан бірге тең болады ғой. A-ның қанша дәрежесі? A-ның n дәрежесіне тең. n дәрежесі. X тең e. Сан өсі 0. Біздің анықталу облысымыз 0-ден плюс шексіздікке дейін. E саны жуық шамамен қандай сан еді? 2,07. Жуық шамамен мына жерде E саны бар дейік. Енді функцияның туындысының мына 0 мен E-нің арасындағы және E мен плюс шексіздік арасындағы мәні қандай болады? Соны не істейміз? Анықтаймыз. Y штрих бізде 1 минус ln x бөлінген x квадратқа тең еді ғой.
Мысалға 0 мен e-нің арасында бізде 1 деген сан бар, е? Мына жерде 1 деген сан бар ғой. Осы 1-ді x-нің орнына апарып қойайық. Y штрих 1-де неге тең болады? 1 минус ln 1 бөлінген 1-дің квадраты. Неге минус 1? 1 алынған e-нің қанша дәрежесі 1-ге тең болады? 0, 1. 1 болады, е? Мына жерде плюс болады. Мына аралықта, яғни плюс. Мына жерде мысалға қаншаны аламыз? E-нің квадратын алайық. Оңайырақ болады да сонда. E-нің квадратын алатын болсақ, E-нің квадраты E 1-ден үлкен сан болғандықтан 2,7 тоқсан. E-нің квадраты одан үлкен болады, E-ден. Y штрих E-нің квадраты тең 1 минус ln E-нің квадраты бөлінген E-нің 4 дәрежесі болып кетеді ғой. Тең 1 минус 2 E-нің 4 дәрежесі. Минус 1 бөлінген E-нің 4 дәрежесі. Қандай сан бұл? Теріс сан. Сондай ма? Минус. E оң сан 4 дәрежесі бөлінген. Сонда бізде плюс, минус. 0 мен E-нің арасында функция не істейді? Өседі. E-ден минус шексіз, плюс шексізге дейін функция не істейді? Кемейді. E нүктесі қандай нүкте? Максимум нүктесі дұрыс айтасыңдар. Максимум нүктесі. Осындай шықса, онда өте жақсы. Енді жауабын не істейміз, жазамыз. Жауабы 0-ден E-ге дейін функция өседі. E-ден плюс шексізге дейін функция кемейді. X максимум тең неге? E санына. Анықталу болса 0-ден плюс шексізге дейін ғой. Сондықтан 0 мен плюс шексіздің арасындағы функцияның өсу кем оралын табамыз. Сұрақ бар ма бұдан?